Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін острая курица по-корейски әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен тауықтың қанаттарын видеода көрсетілгендей етіп екі бөлікке бөлеміз. Енді кляр әзірлейміз. Ол үшін мұздай суық суға шым-шым тұз, дәміне қарай бұрыш, сушеный чеснок, жұмыртқа, иліктен өткізілген ұн мен разрыхлительді қосып, жақсылап қол венчігімен массамыз біркелкі болғанша араластырамыз. Дайын клярға алдын ала дайындалған кесілген тауықтың қанаттарын саламыз. Тауық қанаттарын пісірер кезде бізге панировочный сухари қажет болады. Мен панка панировочный сухариларын қолдандым. Сіздерге де кеңес беремін. Енді алдын ала қыздырылған майға тауық қанаттарын қуырамыз. Ол үшін клярдан алып, оны панировочный сухариге аунатып, ыстық майға жақсылап қуырамыз. Шамамен бұл процеске 7-10 минут қажет. Тауықтың еті өте тез піседі, сондықтан күйіп кетпеуін қадағалаңыздар. Осылай барлық тауықтың қанаттарын қуырып шығамыз. Барлық қанаттар қуырылған соң, оны бөлек ыдысқа саламыз. Бөлме температурасында суытамыз. Енді соусын әзірлейміз. Ол үшін чеснокты жақсылап үгітіп тураймыз. Кең шұңғыл ыдысқа алдымен чеснок, кейін сұйық май, соя тұздығы, сонымен қатар тростниковый сахар, ол болмаған жағдайда қарапайым қантты да қолдануға болады. Келесі кезекте бал, кетчуп қолданғыңыз келмеген жағдайда томат пастасын қосуға болады. Сонымен қатар корей чили пастасын кочманжонды қолданамыз. Мұндай чили пасталар көбіне Корей магазиндерінде жиі кездестіруге болады. Енді жақсылап соусымызды венчикпен массамыз біркелкі болғанша араластырамыз. Енді соусымызға алдын ала қуырылған тауық қанаттарын салып жақсылап аунатамыз. Бөлек ыдысқа саламыз. Қалауыңызша кунжут пен аскөк сепсеңіздер болады. Осымен біздің острая курица по-корейски дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Дәмі өте керемет шығады. Ішіндегі тауығы жұп-жұмсақ, сыртындағы кляры қытырлақ әрі өте дәмді соуспен міндетті түрде сіздің жүрегіңізді жаулары анық. Осы рецептпен дайындауға кеңес беремін. Келесі кездескенше.